Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, өте нәзік, керемет болып шығатын қауыннан тосап жасайтын боламыз. Дәмі деген бал татиды. Егер сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, өзіңізге сақтап алыңыз. Ең алдымен қауынның сыртын жақсылап жуамыз дағын, сырты ішінің барлығын ашып алатын боламыз. Сыртын бірін қалдырмай тазалап аршимыз. Әдемлеп тұрып турап аламыз. Енді қазанның ішіне 100 граммдай су құямыз. Үстіне қауынымыздың барлығын салып алып, үстіне тағы да шекеріміз саламыз. Тәттілігіне байланысты өзіңіздің шекеріңіз салатын боласыз. Отқа қойып 1 сағатта қайнатасыз. Яғни сіздің тосабыңыз қоңыр түске боялғанша жақсылап тұрып қайнатасыз. Сонда сіздің тосабыңыз өте дәмді болып шығады. Банканың барлығын парлап ішіне құйып жауа беретін боласыз. Ас болсын, жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Сіздермен бірге болған Гүлшат.